Екінші видеомызды бастадық. Барыс базарында бүгін 20 тамыз 2023 күн жексенбілік видео түсірілім. Назарларыңызға жаңа бағалармен таныстырып өтетін боламыз достар. Видео ұнаған болса, пайдалы болған болса, астына лайк басып, міндетті түрде өз пікірлеріңізді комментария қалдырып, арнамызға жазылып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар достар. 2003 жылғы Kia көріп тұрмыз. 2 қозғалыс көлемімен автомат қораптағы 7/2 сұраған бағасымен телефон номер назарларыңызда. Алдыңғы жетек дейді бұл автокөлік. Қатарынан түсіп келе жатырмыз. Телефон номер қоймапты көлік иесі. Сұраудың қажеті жоқ. Сонымен әйгілі баяғы Камрийімізді көріп қалдық. Алыстан 4/9 сұрап тұр екен бұл Камриге. Бағасы осындай жасыл түстегі, құймалы дискідегі автокөліктердің бірі. 2003 жылғы 30-дық Камри 3 қозғалыс көлемімен телефон номер достар назарларыңызда. Ішкі үйлер салонда бұл автокөлік. Мына жерден машина қаптап кетті. Базардың нағыз қызған уақыты. Ассалаумағалейкум, қалай боласыз? Болар бағасы қанша болып тұр негізі? 4/7 бересің бе? 4/7 иә. Нағыз егер сұрақ келетін болса, қандай салым керек автокөлікке? Кішкене ходовка жағынан салу керек, қалған бәрі идеально. Машина от алып тұр қазір. Кондер істеп тұр. Кондер істеп тұр. Шпаклевка бар ма кузовта? Кузов енді қанша жыл болған машина, кішкене бар еді жақсы. Бірақ ондай серьезный дедут болмаған. 5 жыл өзіміздің қолымызда бар. Болды, рахмет досым. Айтқан жаңағы комментарийіңе. Ау. Қандай не? TikTok'та? TikTok'та бар, енді YouTube'та бар. Авторынық Мадияр Қалдыбек. Авторынық Мадияр, иә? Қалдыбек. Жақсы досым. Сонымен келесі көретін көліктеріміз Камри 30-дық достар. Назарларыңызда. LE комплектациясымен 2004 жылға 2/4 қозғалыс көлемімен автомат қораптағы. Бағасын көрейік. 5/650 екен. Номер телефон назарларыңызда тұр. Бұл автокөлік былғары салонымен толық электропакеттегі әйгілі Камрилердің бірі. Артқы багажын ашып қойған екен. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Көлік ұнаған болса. Назарларыңызда тағы да бір Камри көріп тұрмыз. 2/4 қозғалыс көлемімен, жылы белгісіз. Тек телефон номерін қалдырыптың иесі. Достар, осындай қара түстегі Камри. Соған қарағанда Камри 30-дық. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Көлік ұнаған болса. Айтпақшы, 2003 жылға япондық нұсқада дейді бұл 30-дық. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласпаңыздар. Сонымен келесі көретін көліктеріміз Kia Sportage, құрметті достар. 2010 жылға 2 қозғалыс көлемімен саудасы бар дейді автокөліктің. Осы номерге хабарласып қойыңыздар. Автокөлікке қандай салым керек? Жоқ. Ешқандай салым керек емес дейді. Ұрылған, соғылған жер жоқ қой. Болар бағасы? Келісім бар. Келісім бар дейді. Келісеміз дейді. Көлік ұнаған болса, автокөлік жағдайы осындай. Ант жағынан бір айландырып түсіріп жіберейік достар. Kia Sportage'да. Осындай жағдайдағы велюр салондағы автокөліктердің бірі. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Сонымен достар, Камри 40 назарларыңызда. R4 Европалық нұсқа 2008 жылға 2/4 қозғалыс көлемімен автомат қораптағы. Сұраған бағасы 7/7 екен. Телефон номер назарларыңызда. Автокөлік таза былғары салонда. Мына орындықтарын көрсеңіздер, байқасаңыздар. Мультируль, толық электропакет деген сияқты. Артқы камерасымен көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласпаңыздар. Камри 20-лық дәл қасында тұр. Келесі көретін автокөліктеріміз
осындай түстегі. Қанша сұрап тұр екен бағасы? 3 қозғалышымен екен 99 жылға. 3-8 телефон номер назарларыңызда. Достар, хабарласпаңыздар. Camry 50 назарларыңызда достар. Келесі көретін көліктеріңіз. Осындай былғары салондағы әдемі құймалы дискісімен 15 миллион 500 екен сұраған бағасы. 17 жылға. Телефон номер назарларыңызда. Ақпаратты көлік иесінен сұрап алсаңыздар болады. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Көлік маған болса. Тағы бір Nissan Zafira көріп тұрмыз назарларыңызда. 97 жылғы 2 қозғалыс көлеммен автомат қорап. 3-1 сұраған бағасымен достар. Велюр салондағы Zafira'лардың бірі. Жағдайы жаман емес автокөліктің. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Көріңіздер. Көлік маған болса хабарласпаңыздар. Mercedes-Benz 213 шанақ 98 жылғы 3-2 қозғалтқыш автомат қорап, былғары салон, бағасы келісімді, телефон номер назарларыңызда. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Көлік ұнаған болса. Сонымен достар, назарларыңызда 124-ші Мерс Ешка деп аталып кеткен халық арасында. Жағдай зыңдай екен. Көлік иесімен сөйлесіп жатырмыз. Жылы 93 қой, е? 93, 2-8 қозғалыс көлемімен. Механик автомат? Автомат қорапта. Осындай Барс базарында тұр қазіргі таңда автокөлік. Автокөлік боялған, е? Бірақ ұрылған, соғылған, ДТП ондай ештеңе болмаған, е? Кеп тексерсеңіздер, любой тексеріс өте береді дейді ғой. Қанша болып тұр бағасы дос? Бағасы 4-3-ке дейді. Осындай әйгілі Мерседестердің бірі. Велюр салондағы достар. Әдемі осындай ашық көк түстегі Мерседестердің бірі. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласпаңыздар. Чуть-чуть моменты, где чуть добить надо будет.